Қайырлы күн, құрметті көрермен. Эфирде Алматы қаласы полиция департаментінің «Прополис» атты подкаст бағдарламасының кезекті саны. Бүгін біз еліміздің ең ірі мегаполис болып саналатын Алматы қаласындағы жол қауіпсіздік мәселесінде тақырыбында ой өрбітетін боламыз. Студиямыздың бүгін қонағы Алматы қаласы полиция департаменті, әкімшілік полиция басқармасының басшысы, полиция подполковнигі Құлбаев Асхат Жұмабайұлы. Асхат Жұмабайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Енді бұрын соңында айтқандай, біздің полиция департаментінің ақпараттық саясатының жаңа форматы, яғни біз формалды емес бағытта ой қозғап, пікір таластыратын боламыз. Жалпы еліміздің ең ірі мегаполис болып танылатын Алматы қаласындағы жол қауіпсіздігі өте өзекті мәселелердің бірі. Өзіңіз білесіз. Енді ең бастысы айта кететініміз, жуырда жаңа оқу жылы басталып, яғни бұл оқу жылының басталуының алдында үлкен бір қомақты ірі науқан жүргізілді. Сол науқан жайында айтып өтсеңіз. Бүгінгі таңда Алматы қаласында 215 мемлекеттік оқу орны бар. Қазіргі уақытта біз әкімшілік полиция қызметкерлерімен бірлесе отырып, сол мектептердің бәрін жұмысын тексеру жұмыстарын жүргізіп, 140-тан астам ұйғарым берілді. 2024 жылдың өткен кезінде 250-ден астам жол белгілерін ауыстырдық және орнаттық. Олардың ең жоғарғы жылдамдықты шектеу, балалардың назарына қарау деген белгілерді ауыстырдық. Жаяу жүргізушілердің басқа да ақпаратты нысандарды ауыстырдық. Дұрыс айтасыз, негізі сіздің ойыңызша бұл өте ауқымды жұмыс атқарылды. Дұрыс айтасыз, оны қоғамда ел де біліп отыр. Бүгін күнге дейін өзіміз қарап отырғандай, полиция қызметкерлері мектептердің алдында қызмет етіп отырады, жүреді. Таңғы уақытта, түскі уақытта ауысқан кезде. Бұл жұмыс негізі тиімділігін көрсетті ме? Көрсетті. Бүгінгі таңда 101 мектептің 101 мектептің аудандарында біз қоршау жұмыстарын жүргіздік. Металмен қоршау орнатылды. Және де 16 бағдаршам нысанымен орнатылды. Сіздің мектеп жасындағы балаларыңыз бар ма? Бар. Қанша? 3 балам бар, Осы Алматыдағы мемлекеттік мектептер? Алматыда мемлекеттік оқу орнында оқиды. Солардың қауіпсіздігі жайлы сіз ата-ана ретінде алаңдайсыз ба? Мысалы, қалай жетті екен, мектепке дұрыс жетті ме, өз беттерінше барып тұра ма екен, жолды қалай өтеді екен деген? Әрине, өз беттерінше барып тұрады. Үйден шығып, автобусқа отырып, мектептің алдында сол аялдамасы бар, аялдамасынан түсіп, оның бәрін алдын ала мен өзім зерделеп, соның бәрін қарап, сөйтіп бала қыздарымды мектепке жіберем. Дұрыс. Сондағы айтпағыңыз, үйде бір түсіндірме жұмыстары жүргізілуі тиіс? Түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, күнде сабақтарынан келгеннен кейін, кешкі аста, сондай қалай барып келдің, мектепте қандай, көшені қалай өтіп жатсыңдар дегендей, сондай сұрақтар болып тұрады. Үйретіп, әрине айтамыз, қалай бағдаршам жаңа келген кезде қалай өту керек екенін. Дұрыс айтасыз. Үйретпе жұмыстарын айтамыз. Бұл ата-аналық міндет. Әрине, әр ата-ананың міндеті деп ойлаймын. Сондай жұмыстар жүргізу керек. Профилактикалық тұрғыда. Неше балаңыз бар жалпы? Жалпы 4 балам бар. Үлкен ұлым қазіргі таңда университетте оқиды, 2-ші курста. Ержетті десеңізші? Ол ержетті, көлік басқарып айдап жүр. Өзіңізге бір қамқоршы болып жүр десеңізші? Енді солай айтуға болады, қамқоршы, бірақ студент қой, сабағы ерте басталып, кеш бітеді, сабағында жүретін. Болашақ мамандығы қандай оның? Болашақ мамандығы IT технологиясында оқып жатыр.
Сондай IT технология саласындағы. Өзін көріп, өзі сондай неге оқимын деп ынталанып оқып жүрген. Яғни сіз көп балалы әкесіз. Дұрыс. Енді мен семья отбасыңыз туралы бекер сұраған жоқпын, өйткені дұрыс айтасыз, тәрбие деген тал бесіктен, тәрбиенің барлығы, профилактиканың бәрі үйден жүргізілуі тиіс, сонан соң қоғам болып атсалысамыз. Енді қазіргі сіздің айтып отырғаныңыз бағдаршамдар жаңартылды, жол белгілер жаңартылды. Бұл превентивті шаралар, бірақ ең бастысы бұл түсіндірме жұмыстары отбасынан белең алуы тиіс. Әрине, отбасынан ол алыну керек. Соның екінші тұрғыдан біз өзіміздің әкімшілік полиция басқармасы инспекторларымен бірлесіп әр мектепке ауданға бөліп, мектептерде, университеттерде тәрбие сағаттарын барып жүргіземіз, қалай өту керек екенін, сондай жұмыстар жүргізіп, осы алдымыздағы аптада студенттеріне КазАТК жанымыздағы КазАТК автодорожный университетіне барып, сол жерде семинар, сабақ жүргізіп, қазіргі таңда өзіңіз білесіз, мопедпен жүретін жүргізушілерге көп нелер болып жатыр, ДТП-лар болып жатыр. Соған байланысты сабақ жүргізіп, алдымызда тағы жоспарымыз бар. Басқа да қаламыздың университеттеріне сондай түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, сабақ жеткізіп бәріне деген ойымыз бар. Дұрыс айтасыз, негізі мопедтер жұртшылықты алаңдататын басты проблемалардың бірі қазіргі таңда. Күні кеше ғана бір мопед тізгіндеген жас бала Райымбек даңғылының бойында көз жұмған болатын, жол көлік оқиғасы болды. Мопедіміз бар, оның ортасында тағы өзіңіз білесіздер, самокат қазір бір жақсы бір не беріп жатыр, өзінің әсерін беріп жатыр. Күнде қаншама ДТП-ға түседі, оның ішінде біздің ол самокаттан алдында заң шыққан, білесіз, жүргізуші куәлігі болу керек, 16 жасқа толған болу керек. Әрине, бұл тұрғыда тағы да айта кететін болсақ, біздің өзіміздің ата-ана ретінде ол қыздарымызға беріп қоямыз, өзіміздің приложение арқылы ашылады ғой. Сол приложение арқылы ашылып, кішкентай өзіміздің балаларымызға, жасөспірімдерге беріп қойып, сол немен балалар кіріп приложениемен оны жүргізіп жатыр. Одан да көп көріп жатсыздар, жол оқиғалары болып жатыр. Соны айтып кететін жай, ата-аналарға, балаларыңызға ондай мүмкіншілік бермеңіздер, өйткені ол жерде жүргізуші ол жолға жауап береді. Дұрыс айтасыз, ересектер тарапынан немқұрайлық бар десеңізші. Бар. Енді өзіңіз айтып кеткендей, мектеп оқушыларының арасында да самокат тізгіндейтіндер бар. Ол бала ғой, бала болғаннан кейін жанына тағы бір достарын салып алады, 2-3 адамдап мініп алады. Сол кері әсерін беріп, қайғылы оқиғаларға жеткізеді. Құдай сақтасын, дұрыс айтасыз, Асқат Жұмабаевич. Мектепке оралатын болсақ, білмеймін, биыл бар ма екен, өткен жылы Алматы қаласының оқушыларын тасымалдайтын арнайы мектеп автобустары сары түсті бар еді. Қазір олар бар ма екен? Бар, қалада мектептерде ол көрсетілген, жүріп жатыр. Нақтысын енді айта кете алмаймын. Бірақ не берген мектептерде, заявка берген мектептерде ол жұмыс атқарылып жатыр. Дұрыс. Ол да бір кәдімгідей жақсы бір әсерін. Әсерін береді, әрине. Жақсы әсерін береді десең. Асқат Жұмабаевич, сіз әкімшілік полиция саласында өзіңіздің осы полицияда қызметіңізден бастап жұмыс істейсіз, білеміз. Сіздің тәжірибеңіз мол. Сіздің ойыңызша қазіргі Алматы қаласының жүргізушілері, жол жүру процесіне қатысушылардың тәртібі түзелді ма, жақсарды ма деген мәселеде ғой. Мысалы, бұрын мынадай қауіпсіздік белгісін тақпайтын еді, қазір тағып жүргенін байқап отырмыз. Әрине, ол жұмыс әр адамның өзінің бір несіне көріп жатыр ғой, күнделікті қандай оқиғалар болып жатқанына, сана сезіміне тиіп, өзіміздің неміз өсіп жатыр ғой, санамыз өсіп жатыр, көріп жатырмыз.
және біз жақтан да ішкі істер министрлігі жағынан да көп жұмыстар жүргізіліп жатыр ғой. Күнде роликтар жүргіземіз. Қазіргі таңда өзімізде мына Инстаграм каналдарымыз бар, ТикТок каналдарымыз бар, Ютуб каналдарымыз бар. Әрине соған қарап, халық қарап, ел қарап, соны мен ойлаймын бір жақсы шешім қабылдап, ойға нетіп түзейді деп ойлаймын. Сондай шешім деп. Яғни дұрыс айтасыз. Осы интернет желісі арқылы, бұқаралық ақпарат құралдары. Ақпарат арқылы ішкі істер министрлігі өте ауқымды жұмыс жүргізіп жатыр ғой, өзіңіз білесіз. Ол бүгінгі таңда бізде бірінші орында тұр деп ойлаймын. Жол көлік оқиғасы. Асхат Жұмабаевич, енді бағана ғана айтып кеткеніңіздей, ең ірі мегаполис Алматы қаласы. Яғни автокөліктердің саны да едәуір көп, мысалы басқа өңірлерге қарағанда. Мысалы бүгінгі таңда Алматы қаласында неше автокөлік тіркелді, күнделікті басқа өңірлерде неше автокөлік кіріп кетіп жатады? Қаламызда өзінің тіркелгені қарағанда бір 2 миллионнан астам көлік бар. Күнделікті қалаға анализ жасап қарағамыз, осы бір ай бұрын күнделік қалаға шамамен бір 300-400 мың көлік кіреді. Сондай жұмыстар. Яғни жол ахуал күрделі десеңізші? Әрине жол ахуал күрделі. Қазіргі тағы сабақ уақытысы басталды. Байқалады, студенттер келді қаншама көліктерімен. Сондай бар қаламызда кішкене. Кәдімгідей күрделі деп. Күрделі, уақытысы. Сіздің ойыңызша, мысалы Алматы қаласының тұрғыны болсын, қонағы болсын, жолға шыққан кезде бір жеке жауапкершілікті сезінуі тиіс пе? Әрине тиіс. Біздің қаламызда өзіңіз білесіз ғой, үлкен ірі мегаполис болғаннан кейін көлік көп, адам көп. Соны бір ойлану керек деп ойлаймын. Түйсігі бар адам ойланады. Сонан соң мысалы кей кезде анасы кішкентай балаларын жетектеп жолды қалай болса солай өте береді. Өскен кезде балалары тура соны қайталауы мүмкін ба? Мен ойлаймын, қайталамайтын шығар, басқаны көріп қазіргі таңда дамып жатырмыз ғой. Бұрынғы таңда біз өтпесек, әке-шешеміз өйтіп тәрбиелемеген. Қазіргі таңда телефон деген бар, интернет деген бар. Қазір өзіңіз білесіз ғой, кішкентай балаларымыздың бәрі телефонда, соның бәрін қарап үйреніп. Яғни ақпарат алудың көзі көп. Соған бір ой келеді деп ойлаймын. Көптеген автокөліктердің көптеп бізде тіркеліп, көптеп келіп жатқан бекер қозғаған жоқпын. Бұрын мысалы полиция қызметкерлері, инспекторлар өздері жол жүру ережелерін бұзу деректерін айқындап, өздері айып тағатын. Қазіргі таңда автоматтандырылған жүйелер бар. Олардың көмегі кәдімгідей ме, жақсы ма? Әсерін береді, кәдімгідей әсерін береді. Қазіргі біз сергек жүйесі арқылы жұмыс атқарып жатырмыз. Күнделікті бір 5000 төңірегінде әкімшілік хаттама өндіріліп жөнелтіледі. Яғни енді бұрын былай ғой, автокөлік жүргізушісі мені инспектор ұстамаса екен дейді. Ал қазір барлығы камерадан қорқатын болды. Бұл енді негізі дұрыс құбылыс деп ойлаймын. Әрине заманға сай өтіп жұмыс өмір сүріп жатырмыз ғой, сондай. Асхат Жұмабаевич, біздің мына бағдарлама өзекті бір көкейкесті мәселелердің басын ашып алуға бағытталған. Жуырда ғана бір қатар автокөлік жүргізушілері 6 мамырда жол жүру заңына енген өзгертулерге бағындырғысы келмей, сол бізге айыппұлдар көп салынды, 50 шақырымнан аса жүрген біздерге деп. Біз білмей қалдық. Бұл негізі бұл дау қалай шешілді? Дау түсіндірме жұмысын жүргіздік, барып түсіндірме жұмысын жүргізіп, сондай шешім келді енді. Әр адамға кімге қалай біреу жаңалықтар арқылы естіп, біреу кімге керек болды, келді, өзіміз түсіндірме жұмысын жүргіздік. Сондай жұмыстар атқарылды. Сондағы олардың көздеген мақсаттары сол
айыппұлдарды жою болды ғой, иә? Иә, әрине жойылатын айыппұлдарды жойып соны өндірдік. Ал әр адамды қабылдап түсіндірме жұмысын жүргіздік қой, сөйтіп айтқанда, бір сөзбен айтқанда. Иә. Асқар Жұмабай, жеке басыңызға оралатын болсақ, енді сіз ішкі істер саласында неше жыл болды жұмыс істеп жатқандар? 20 жылға таяп қалды. Осы полицияға келгендегі мақсатыңыз не, қазіргі мақсатыңыз бір қалыпты қалды ма, әлде қандай да бір нелеріңіз бар ма? Сәл. Әрине, полицияға келгенде бір халқымызға адал жұмыс жасаймыз деп, өзімді жақсы жағынан көрсетемін деп, келешекке өзіміздің қазақ еліне бір септігіміз тиетіндей бір сондай бір ой пікірмен әлі күнге шейін міндетімізді атқарып жүрміз. Ісіңізге сәттілік. Негізі Асқар Жұмабаевич, сіз басшы құрам сатындағы жас жетекшілердің бірісіз. Жоспарларыңыз өте орынды. Егер алып қосарыңыз бар болса, айтсаңыз болады. Алып қосатыным бүгінгі таңда мына цифровизациялық жұмыстар жүргізіп жатыр әкімшілік полиция тарапынан. Өзіміздің басқармамыздан атынан әріптестерімізбен күнде жұмыс жасап, ой түзеп, ой жинап, көптеген өзіміздің жұмысымызға өзгерістер енгізіп, цифрлық қағаздан кішкене құтылып, халыққа қызметімізді көрсетіп, халық келіп, көп тұрмайтындай тез сұрағын алып, жауабын алып, кететіндей сондай жұмыстар атқарып жатырмыз. Дұрыс айтасыз. Негізі тәжірибеге сүйенетін болсақ, полицияға қандай да бір ақпарат алуға келушілердің қатарынан әкімшілік полицияға келетіндер өте көп. Иә, өте көп. Көлік тіркеу жағынан бар, хаттама жайлы административный практикаға келеді әкімшілік. Қару жағынан, қару тіркеу сатып алу жағынан да келеді. Дұрыс. Ісіңізге сәттілік. Жұмысыңыз жемісті болғай. Ең бастысы антыңызға адал, берік болыңыз деген ниетпен мен бір үлкен апалық бір ниетімді білдіріп қояйын сізге. Құрметті көрермен, бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен тәмам. Ол Алматы қаласындағы жол қауіпсіздігі, жол ахуалы тақырыбына арналған болатын. Эфирде келесі кездескенше аман сау болайық.